Баршаңызға сәлем. Бүгін бақа мен балық ертегісі, яғни осы ертегіні оқитын боламын. Сіздер мұқият тыңдап отырыңыздар. Өзі балпақ, басы жалпақ, бір бақа көл жағасында жүрген. Ол суға жақындап келіп, айнадай жарқыраған көлге қызға қарап отырады. Оны Ақшабақ деген таныс балығы көріп, амандасайын деп алдына жүзіп келді. Ол судан басын шығарып, «Саламатсың ба, Бақатай?» деді. «Сәлем, Ақшабақ, сәлем!» деп бақа да тарбаң етіп бір қозғалып қойды. «Бақатай, көрінбей кеттің ғой? Бір жаққа барып келдің бе?» деді балық. «Алыс ешқайда барғам жоқ, осы жағадағы жайылымда жүрдім», деді бақа. «Жайылымда сендер осы шөп жейсіңдер ме?» «Жоқ, Ақшабақ, біздер шөп жемейміз». «Енді не жейсіңдер?» «Біз кәдімгі құрт-құмырсқа, маса шыбын, өрмекші қоңыз, шегіртке көбелек сияқты ұсақ жемтіктерді жейміз», деді бақа. «Сендер де біз сияқты суды жақсы көресіңдер ғой? Құрлықта жүргенде қатты шөлдейтін шығарсыңдар, ә?» «Иә, шөлдейміз, әрине». «Сендер суды қалай ішесіңдер? Жалап ішесіңдер ме, әлде сіміріп ішесіңдер ме?» «Біз суды жалап та, сіміріп те ішпейміз». «Енді қалай ішесіңдер?» деді балық. «Сыртымыздағы жұқа терімізбен ішеміз, яғни су бізге тер арқылы сіңеді». «Мыналарың қызық екен, Бақатай», деп балық оған кәдімгідей таң қалды да, енді одан басқа бір жайды сұрады. «Осы біз сендерді жаз бойы жиі көреміз де, қыс мезгілінде мүлде кездестірмейміз. Қыста сендер жылы жаққа кетіп қаласыңдар ма?» «Жоқ, Ақшабақ, біз ешқайда кетпейміз. Осындағы өз мекенімізде қыстаймыз. Біз ғой қыста су ішінде жүре береміз, ал сендер сонда қайда боласыңдар?» деді балық. «Біз бе? Біз бір нәрселердің астында, індер мен қуыс кеуектерге кіріп алып жатамыз. Тіпті әуелі мұз болып қатып та қаламыз. Бірақ көктем келіп, күн жылынғанда қайта жанданып сыртқа шығамыз. Өзен, көл, бұлақ басында бір-бірімізге қосыла әндетіп қорайтамыз. Міне, біз осындаймыз, достым». Осы кезде бұлардың қасына қармақ салып, балық аулап жүрген балалар келіп қалды. Олардан қорыққан бақа суға секірді де, балық та жалт беріп көзден ғайып болды. Осымен ертегі аяқталды. Ертегі ұнаса, лайк басып пікір білдіруді ұмытпаңыз. Ертегіні рөлге кіріп оқысаңыздар өте керемет болады. Жалпы ертегіден бақа туралы не білдіңдер? Ойларыңызды төменге жазып кетіңіздер.